Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде математика сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз комбинация құрастыру. Яғни сен бүгінгі сабақта сандар мен заттардан екі-екіден комбинация құрастырып үйренесің. Комбинация құрастыру сандарды немесе заттарды әртүрлі тәсілмен біріктіру деген сөз. Өткен сабақтардың бірінде біз кестемен жұмыс істеп үйренген болатынбыз. Бізге бүгінгі сабақта да осы кестемен жұмыс істеу қажет болады. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын біз кешегі тақырыпты бір қайталап өтейік. Бізге қонаққа келген кішкентай досымызға себеттен жемістерді алуға көмектесейік. Ол екі жемістен алу қажет. Қандай жемістерді алуы мүмкін? Біз кешегі сабақта комбинациялау деген тақырыпта осы сұраққа тоқталған болатынбыз. Кәнекей, бірге кеттік. Алма және алма, алма және алмұрт, және алмұрт және алмұрт алуы мүмкін. Балалар, міне бізде 3 түрлі тәсіл бар екен. Енді тапсырманы кішкене қиындатайық. Себеттің ішіндегі жемістерге 3 банан әкеліп қосайық. Біздің кішкентай досымызға себеттің ішіндегі жемістерді екі-екіден алу қажет. Ол қандай жемістер болуы мүмкін? Ойланып көріңдерші. Жақсы. Мәліметі көп логикалық есепті кестенің көмегімен шығару ыңғайлы екенін ұмытпаймыз. Солай ғой, я? Ендеше кестеге жүгінейік. Комбинацияларды құрастырғанда кестені пайдаланған қолайлы. Бізде жаңа себеттің ішінде қандай жемістер бар еді? Есімізге түсірейік. Алма, алмұрт және банан. Енді жоғарғы жолға алма, алмұрт және бананды орналастырайық. Бағанға дәл осы ретпен алма, алмұрт және бананды орналастырдық. Енді назар аударайық. Осы жерде мұқият тыңдауымыз қажет. Балалар, қараңдаршы, міне бірінші тор көзге қарайық. Яғни баған мен жолдың қиылысқан жері көріп тұрсыңдар, я? Қандай жемістер тұр? Алма және алма. Тамаша. Алма және алма болады. Келесіге қараймыз. Бізде жолда алмұрт тұр, бағанда алма тұр. Ендеше бұл жерге не келеді? Алма және алмұрт. Үшіншісін өздерің жақсы табасыңдар деп ойлаймын. Банан және алмұрт. Өте жақсы. Екінші жолға қараймыз және қиылысқан жерін қараймыз. Бізде алмұрт тұр және жолда алма тұр. Ал ендеше бұл жерге қандай жемістер келеді? Алмұрт келеді әрине, және жолдағы тұрған алма. Келесіге қараймыз. Бағанда алмұрт тұр, жолда да алмұрт тұр. Ендеше алмұрт және алмұрт. Келесіге қараймыз. Соңғы жолда не тұр? Алмұрт тұр, бағанда не тұр? Банан тұр. Ендеше бұл жерде банан және алмұрт болады. Ең соңғы жол банан және алма. Қараймыз. Тамаша. Балалар, міне біз бұл тапсырманы оңай орындадық. Оқулықпен жұмыс. Қызғалдақтар. Гүлзарда 6 гүл гүлдеді. Олардың 4-еуі қызғалдақ және 2-еуі сарғалдақ. Анам 2 гүлді үзіп алды. Ол гүлдердің түсі қандай болуы мүмкін? Қанша комбинация шықты? Қараймыз, міне, қызыл қызғалдақтан 4-еу, сарғалдақтан 2-еу. Қандай 2 гүл үзіп алады? Дұрыс, 2 қызыл гүл үзіп алуы мүмкін. Тағы да 1 қызыл, 1 сары гүл үзіп алуы мүмкін. Және 2 сары гүл жұлып алуы мүмкін. Бізде 3 комбинация шықты. Сандар. Оқушы 1, 0, 2 цифрларынан 2 таңбалы сандар құрастырды. Қандай сандар жазылмай қалды? Қарайық. Бірліктер бізде жолда орналасқан екен. Жол дегеніміз солдан оңға қарата, естеріңде болса. Ондықтар бағанда. Баған дегеніміз жоғарыдан төмен қарай. Енді қарайық. Бағанағы жемістермен жасаған іс-әрекетімізді қайталаймыз. Екеуінің тоғысқан жеріне қараймыз. Жолда қандай цифр тұр?
бағанда қандай цифр тұр? 1, 1, яғни бұл жерде 11 саны. Ондығымыз 1, бірлігіміз 0, 10 саны. Қандай сан жоқ? Дұрыс айтасыңдар. 12 саны жоқ. Өйткені ондығымыз 1, бірлігіміз 2. Қалған бос тор көздерді енді өздерің оңай толтырасыңдар деп ойлаймын. Шығарып көр. Әзиз ұшақтың, мәшиненің және кеменің суретін салды. Ол екі суретін досына сыйлайды. Бұлар қандай сурет болуы мүмкін? Қарайық. Ұшақ, мәшине және кеме. Қандай сурет болуы мүмкін? Дұрыс. Ұшақ және мәшине болуы мүмкін. Тамаша. Тағы да. Ұшақ және кеме болуы мүмкін. Тамаша. Тағы да бізде бар ма нұсқа? Өте жақсы. Мәшине және кеме болуы мүмкін екен. Осымен сабақ аяқталды. Жақсы, сау болыңдар.